Қайырлы күн, құрметті бизнес әріптестер. Мынау менің смартым. Қазір сіздерге қалай стейкингқа қоюды демонстрациямен көрсететін боламын. Осылай смарт валет кошелектарыңызға барасыздар. Сосын мына жерде менде замороженный 30 смарт тұр ғой. Сол сияқты сіздерде мына окошканы басасыздар. Окошканы бастыңыз. Сөйтесіз да өзіңізге заморозить дегенді басасыз. Заморозить. Мына кнопканы басасыз, заморозить деген. Заморозитті басқан кезде сізден сұрайды, қайсыған заморозкаға қоясыз? Энергияға ма, жоқ әлде пропускная способностьқа ма дейді. Сіз мына пропускная способностьқа қоймай қойыңыз. Бұл жерде 1500 лимит бар екен. Ол бізге керек емес. Яғни сіз аласыз да энергияға қоясыз. Енді бізде партнерлар ең азы 5000, 15000, 20000 қойып жатыр. Енді өзіңіздің сплиттарыңызға қарайсыз. Мысалы, бір сплитқа грубо 7000 смарт кететін сияқты да. Енді бұл менің плюс-минус ойым. Сондықтан мына жерге қанша смарт жазасыздар, өздеріңіз жазасыздар мына жерге смартта. Мысалы 5000 жазасыз ба, 10000 ба, 15000 ба, өздеріңіздің смарттарыңызды қоясыз. Сосын продолжить деген кнопканы басасыз. Сіздің монетаңыз, смарт койныңыз заморозкаға кетеді. Сосын заморозкаға кеткен осылай тұрады, сразу энергияда тұрып қалады. Замороженный баланста пропускная способностьқа керек емес, алдын мен жасап көрдім. Ол бекерге тұрады екен. Себебі пропускная способностьқа күніне, міне қараңыз, 1500 лимит беріліп отырады екен. Менің лимитім жетеді өзіме, қараңыз. Менің 30000 смартым мынанша энергия беріп тұр маған. 30000 смартым ше. Сондықтан әркім өзінің жаңағы сплит токендарына қарай заморозкаға қоясыздар. Енді заморозкаға қойған монетаны өзіңізге разморозить ету үшін, шығарып алу үшін 14 күнде келіп түседі екен. 14 күнде. Мысалы, мен 30000 смартты заморозкаға қойып шығаратын болсам, 14 күннің ішінде түседі маған, 14 күннен кейін. Мен оны да шығарып көрдім. 14 күннен кейін ол балансқа түсті. Мен алдында мына жерге 40000 смарт энергияға, мына жерге пропускная способностьқа 40000 смарт қойғанмын. Сөйтсем, мынау вообще керек емес екен. Мынаны артық қойыппын да, соның бәрін шығарып алдым. Қазіргі таңда 30000 смарт қойып отырмын. Бұл да негізі сәл артықтау. Болашақта енді премиум сплит келетін болса, соның есебінен тұра берсін деп отырмын. Бұл қазіргі таңда бұлар бізге не береді? Бұлар қазіргі таңда бізге как раз жаңағы пропускная способностьқа, энергияға кететін шығынды смартымызды жаңағы экономдап отырмыз. Мысалы, бұрын бұл жерде, мына мен блокчейннен көрсетіп жатырмын сіздерге, бұрын бұл жерде, мысалы, бізден әрбір энергиядан 1134, 1100 деген смарттар ұстап отырған. Қазіргі таңда олай смарт ұстамайды. Мысалы, мен өзіме жаңағы сплит токендарымды басып, өзіме осынша ультималар жинақтап отырмын ғой. Мысалы, мына бандвич деген баяғы біздің неміз пропускная способность, бұл лимиттен аспайды екен. 1500 лимит бөлінген дедім ғой, бұл содан аспайды екен. Ал енді келесі энергияға, мысалы, менен 33612 ұстап қалғанда, жаңағы өздерінің есептері бойынша, мысалы, бұрын сол смарт стейкингқа кетпей тұрған кезде мына жерде 1135 деген смарттар тұратын. Яғни менің балансымнан 1100 смарт жаңағы списанияға кетіп отырғанда, шығып отырған, баланстағы тұрған смартымнан. Қазіргі таңда энергияға смарт койнды қойғанның есебінен мен өзімнің смарттарымды, көрдіңіз бе, бурн 0 смарт болып тұр. Мен энергияға шығынға кетіп жатырған смартты, мысалы 1135 смартты үнемдеп отырмын. Ненің күшімен? Яғни энергияға сетевая комиссия, мнерге жазып қойған орысша, сетевая комиссия. Блокчейннің сетевой комиссиясына блокчейннің жүйесінің кетіп жатырған шығынын қазіргі таңда мен өзімнің смарт койындарымды энергияға стейкингқа қою арқылы мен өзімнің шығынымды үнемдеп отырмын. Мысалы, болашақта 217-988 деген смарт койнды мен мүлде жоғалтпайтын болам да. Неге? Себебі мен оны заморозкаға, энергияға 30000 смартты қойып қойдым. Болашақта мүлдем жаңағы әрбір транзакциямызға біздің осы блокчейннің сеті смарт койн ғой. Негізі смарт койн деген осы блокчейннің материнский монетасы. Яғни осы смарт койнды жаңағы шығынданбай үнемдеп, осы стейкингтің көмегімен үнемдейміз, бір сөзбен айтқанда. Сонда қазіргі таңда сіздер өздеріңіздің смарттарыңызды 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, өздеріңіздің смарттарыңызды энергияға қоя беріңіздер, энергияға. Себебі энергияда
бізге көбірек смарт керек болады екен. Пропускная способностьтің блокчейннің берген жаңағы бандвичке берген, пропускная способностьқа беріп отырған лимиті, мынау 280 бандвич деп тұрған 1500 лимиттің ішінде кіреді екен. Сондықтан бізге ең тиімдісі осы энергияға смарттарды стейкингқа қойған тиімді екен. Себебі бізден смарт ұсталынбайды. Бұрын ұсталынып жүрген негізі. Қазір ұсталынбайды. Мен енді сіздерге түсінікті айттым деп отырмын. Енді бұрын бізде осыдан май айында басталды бұл. Май айында, мен қазір май айындағыны көрсетіп кетейін. Бір ұсталынған, мыналар уже ұсталынбаған 25-нен бастап, 25-і, қазір кеттік, 25. Мына 17-сіндегі комиссия сетиді көрсетейін. Мына менің баяғы біреуін жаңағы энергияға, мына 40 мыңды пропускная способностьқа қойған ғой 25 май күні ше. Бұның мына пропускная способность әшейін бос жатқан ғой, а мынау енді маған жаңағы не тапқан. Енді 17 күнгі, мысалы, ол кезде стейкинг жоқ кездегі шығынды көрсетейін сіздерге. Мін, пожалуйста, 1135 смарт бұрын стейкинг энергия шықпай тұрған кезде комиссия сети 1135 смарт болған. Показать большені басып жаңа блокчейннен көретін болсақ, бізге оның қаншалықты қалай орындалғанын көрсетіп жатыр. Яғни әрбір транзакциядан, мысалы, бандвичтен, пропускная способностьтан смарт кетпейді деген, ол мына жерде тұр, қараңыздар, ал мына жерде 54.064 энергияға энергия кетеді екен, жаңағы мысалы мен ультиманы басқан кезде комиссия сети, и сонда менен ұстап қалады екен 1135-те 344 деген смарт ұстап қалады екен. Енді тура осы смартты мен қазіргі таңда стейкингті энергияға қою арқылы осы 1135 смартты үнемдеп жатырмын. Сондықтан сіздер де өздеріңіздің смарттарыңызды үнемдеуді жоспарлап жүрген болсаңыздар, қазіргі смарт валеттің бізге ұсынып жатырған мүмкіндігін пайдаланыңыздар. Яғни қандай мүмкіндік ұсынып отыр бізге? Бұл бізге жаңағы өзіміздің смарттарымызды осы смарт валетке шығарып, стейкингтің именно энергиясына қосып қоятын мүмкіндік беріп отыр екен. Сондықтан осы мүмкіндікті пайдаланыңыздар. Болашақта мысалы кошелектарыңызға шығарып Royal Split'тан табыс түсіргілеріңіз келсе, сіздер міндетті түрде осы стейкингті пайдаланып, осы мүмкіндікті пайдаланып, өздеріңізге ультима жинақтайсыздар. Яғни сізден шығын кетпейді, зато Royal Split'тің көмегімен өздеріңізге ультима жинақтайсыздар. Royal Split'ті қалай аласыздар? Оны дэшбордтағы смарт койындарыңызға 0,10 центпен, яғни компания өзінің берген бағасымен сіздерге Royal Split'қа мүмкіндік беріп жатыр. Яғни нарықтағы баға қарамастан, нарықта мысалы баға 0,0023 па 25 па болып жатыр еді, мысалы мынау смарттың бағасы. Яғни бұл бағаға қарамастан компания дэшбордтан, яғни сайттан 0,10 центпен сізге Royal Split беріп жатыр. Ол туралы видео бар, менде міндетті түрде ашып қараңыздар, түсініңіздер. Қазірден бастап осы саланы түсініп алсаңыздар, болашақтарыңызға үлкен капитал жинақтайсыздар. Бағана ғана бір материал тыңдадым, сол материалда айтып жатыр. 2030-да осы крипто саласы, блокчейн технологиясы қарқынды түрде уже жоғары қарай өсімге кетеді дейді. Астына қарай вообще қарамайды уже дейді. Яғни 2030-ға дейін осы саланы меңгеріп, өздеріңізге болашақтарыңызға қазіргі түсіп жатырған монетаны смарт валетке ұстап, бұл платформаны беріп жатырған мүмкіндігін пайдалануға әрекет жасасаңыздар, сіздер міндетті түрде болашақтарыңыздың зейнетақысын, мысалы біз бәріміз зейнеткерлеріміз ғой, зейнетке кетіп жатырмыз ғой. Болашақ зейнетақыларыңызды криптовалютада, цифрлы активті ұстап отыратын боласыздар. Видео ұнап жатса лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде осы видеоны, осы саланы түсінбей жатырған жан жағыңыздағы адамдарға жіберуді ұмытпаңыздар.